Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге эмолент деген не және оны қалай қолдану туралы айтатын боламын. Эмолент бұл теріні ылғалдандырады, жұмсартады және қорғайды. Құрамына қарай эмоленттер осылай бөлінеді. Эмоленттерді қолдану егер тері суланбаған, бірақ қабынып тұрғаса, онда маз, крем қолданамыз. Теріде сулану болмау керек. Осылай айқын қызарулар қабыршақтанып тұрады. Ондай кезде тек маз, крем ғана қолданамыз. Ал суланып тұрған аймаққа лосьон, раствор, эмульсия қолданады. Суланып тұрған тері осылай ылғалды, сулы болып тұрады. Ал егер күйік болып суланса, онда эмоленттерді қолдануға болмайды. Күйік туралы білгіңіз келсе, менің алдыңғы видеоларымнан қарасаңыз болады. Эмоленттерді қолдану ережесі бұл баланы жуындырғаннан кейін денесін қатты құрғатпай, массаж жасамай, қалың қылып жағу керек. Дәл осылай тортқа крем жаққандай. Тортқа крем жаққандай қалай десеңіз, 1 жастан кіші балалар үшін 200 мл эмолент 2 аптада бітіп қалу керек. Ал 1 жас пен 4 жаста 400, 4 жастан жоғарыға 600 мл эмолент кетеді. Егер тері жара болып қабынып тұрса, онда қабынуды басатын препараттардан соң 30 минуттан кейін эмолентті қолдануға болады. Эмоленттерді туғаннан бастап кез келген жасқа дейін қолдана беруге болады. Бұлар крем түрлері. Кремді суланбаған, қабыршақтанған терілерге қолданады. Егер эмоленттің құрамында мочевина болса, онда жара болып тұрған жерге жағуға болмайды. Сол үшін эмоленттердің барлығы жеке тағайындалады. Эмолент орнына осындай вазелиндер қолдансаңыздар болады. Теріні өте қатты, жұмсақ және ылғалдандырады. Эмоленттерді осындай сайттардан алсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, достарға таратуды ұмытпаңыздар.